Бірінші күйеуімді әлі сүйеді екем. Жалықтым, іштен тынып күн кешуден. Бәрі жақсы деп бақты тіс жасаудан. Бір рет қисайған жүк түзелуі екіталай екен. Екінші рет тұрмыс құрғаныма көп болмады. Бірінші күйеумен тату-тәтті өмір сүріп жүрген уағымда арамыз бір айда бір-бірімізді қызғанамыз деп суыды. Күйеуімді қызғанбау мүмкін еместін. Актер мамандығын бітірген, қыз біткен артынан жүгіре жөнелетін. Иә, ажырасуыма сәттік ашуға бой беріп, үйден оған айтпай кетіп қалғаным себеп болды. Өнер адамы болғаннан кейін сан түрлі жандармен байланыс жасағаны лаулайын деп тұрған отқа тамызық салғандай болды. Жүйкем жұқа, жан баласынан өзімді кем санап тұратын бала кезден жаман мінезім бар. Жаман мінез жанға дерт қой. Өзім жетімдер үйінде өскен қыз едім. Отбасы ұғымын мүмкін дұрыс қабылдай алмайтын шығармын. Біреудің мені сүйгені алғаш рет маған жан жынуы төгілді. Бұның барлығын бағалауға, әрі бағамдауға ақылым қысқалық қылғандай. Жолдасымның әрбір адымын аңдимын деп, дос жаранының алдында абыройын талай төктім. Үйден бір күнде оған қайда барарымды айтпай шығып кете бардым. Ақымақты екенін білемін. Бір ғана ішімде күдікті жеңе алмадым. Сол себепті үн-түнсіз кетіп қалуды дұрыс санадым. Мән жайды ашуға сол сәт құлқым болмады. Күйеуім намысты жігіт болатын. 2 рет қоңырау шалды. 2 рет іздеп келді. Мен сөйлеспей қойдым. Себебі мен оған өзімді лайық санаған жоқпын. Мүмкін өнер адамына жар болуға дайын болмаған шығармын. Күйеуімнің қадірін 2 рет тұрмысқа шыққанымда түсіндім ғой. Қазіргі күйеуім қарапайым адам. Арамызда сезім оты мүлдем жоқ. Бір балалар үйінде тәрбиеленгенбіз. Тағдырласым деп, жанымды түсінер деп сезімін білдіргенде меселін қайтармадым. Шешімім үшін біреуге кінәлі деп те айта алмаймын. Жазғыруға да қақым жоқ. Бағымды бағаламаған өзім, қадірін ұқпаған өзім. Адамға бақ бір-ақ рет қонады ғой. Қазір бір нәрсе жазуға дұрыс сөз таба алмай тұрмын. Ол мені алақанына салып, аялағаннан басқа ештеңе жасаған жоқ. Барлығын бұзған өзім. Қазір бәрі кеш, бірінші жолдасым үйленуге әзірленіп жатыр дегенді естідім. Естігелі бері өзегім өртеніп, қызғанышым бұрынғыдан бетер лаулағандай болып жатыр. Қайтейін.